Рахат аға, Тамиля жеңге, тойларың құтты болсын, бақытты болыңдар, көп балалы отбасы болыңдар, сол барлықтарыңыз аман болайық, сол ашық аспан, сол алып қойыңдар. Ал құрметті Рахат ағам, Тамиля жеңгем, бүгінгі тойларың құтты болсын, осы құрған шаңырақтарың биік болып, әрі мықты болсын. Қазір Шыңғыс папамның рекордын басып, сосын Рахат папаның рекордын басып, сосын мен сенің рекордын басайын. Ал осы келген қонақтарға мың алғыс, осы барлығын ұйымдастырып жатқан ата-анама мың алғыс. Мен сіздерге тілейтінім ең бастысы денсаулық болса, басқа бәрі болады. Ең бастысы Рахат, Тамиля естерінде болсын. Біз әрқашан сендердің қастарыңызда боламыз. Әрқашан бір поддержка мүмкін қаражат жағынан ба әрқашанда көмектесеміз. Ал құтты болсын. Рахат ағам, Тамиля жеңге, поздравляю вас. Я вас очень люблю. Я желаю вам счастья, чтобы ваши дети росли здоровыми, умными, чтобы вы достигли очень больших успехов. Также я вас люблю всем. Енді мамаларымыз алға қарай шыға қойыңыздар, келе қойыңыздар. Аға, мүмкін біреуі білер, біреуі білмес. Мен енді ғана біліп жатырмын. Негізі Ахат пен Рахат екеуін оказывается егіз екесіңдер ғой, иә? Егіз кім Ахат? Сен егізсің бе деп? Ты че, кел қойма жақын қарай. Күшті бағада бері опера айтатын әншілер сияқты. Алып тұлға Байсалда деп. Келім жақын қарай. Білмеймін, біреуі жазда, біреуі қыста туған сияқты түрлеріне қарасам ше. Күшті кәдімгі. Ал, сен өзің қайда жұмыс істейсің? Атырауда қазір 3-ші жыл уже жұмысшы болып келеді. Жұмысшы, қандай мамандық? Мамандық химическая инженерия, сол нефтеперерабатывающий заводта. Нефтеперерабатывающий, жаным, нефті қазасың ба сен? Құдай қаласа бай бол. Осы мамам мен папаңды асырайтын, үмітін ақтайтын жан болуыңа тілектеспін. Қараңыздар, қалай екеуі бірақ екі мамандық таңдаған, е? Сен мысалға, сен нефтімен ойнайсың, сен мысалға нервімен ойнайсың деген сияқты ғой. Енді сен ем ғой, ем дейсің. Сен Асанали, Асанали негізі екеуіне мен өзім сабақ берген, өзім екеуі мен оқушыларым, екеуі кәдімгідей тентек болған екеуі де. Сразу айтайын, көріп тұр ғой енді, сачков, без очков. Сен Асанали? Жоқ, білем Асанали екенді, кімге оқыватсың? Юриспруденция, юрфак. Сен юрист боласың ба не? Біріне қарасам юрист, заңгер, еще ойлаңыздаршы. Ертең құдай қаласа біреуге заң туралы айтасың. Молодец, сен ше? Мен информационная безопасность, IT-сфера. IT-сфера, молодец, красавчик. Вот, Аллаға шүкір, үкілеген үміттеріңіздің ақталғаны осы деп айтуға болады. Мінекей, үлкен ұл, иә? Үлкен ұл. Өзің самозанят. Самозанят дейді? Сендер сонда мына балалар бәрі қосылып самсық атасыңдар ба, не істейсіңдер? Тергеушімін. Тергеушісің ба? Құдайым саған жолықтырмасын. Аман болыңдар, бар болыңдар. Осындай Құдай қаласа шаңырақпен неге мақтанбасқа дейді, иә?